Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл 3-ші мегаполис бағдарламасы. Біз бүгін сіздермен бірге Оңтүстік Қазақстан облысындағы ауыл шаруашылығы мен экономикасы қарқынды дамыған, халқы тығыз орналасқан ең іргелі аудандардың бірі Мақтаарал ауданының тыныс-тіршілігімен жақынырақ таныспақпыз. Біз қазір аудан орталығы Жетісай қаласында келдік. Бұйырса мұнда бірнеше нысандарды аралап түсірілім жасау жоспарымызда бар. Мақтаарал ауданы Оңтүстік Қазақстан облысының ең күнгей нүктесінде орналасқан аймақтағы ең шалғай аудан. Мырзашөл өлкесі деп аталатын бұл өңір ең алдымен өзінің ақ алтыны мақтасымен танымал. Қиырда жатқанымен қым-қуыт тіршілігі қайнаған ауданның хал ахуалынан хабардар болу мақсатында бірінші кезекте аудан әкімдігіне аялдадық. Мақтаарал ауданы 24 әкімшілік бөліктен тұрады, оның ішінде бір қала, 3 поселка, 20 ауыл әкімшілігі. Негізгі Мақтаарал ауданының негізгі тіршілігі ауыл шаруашылық саласы болып есептеледі. Жалпы ауданда 2015 жылдың қорытындысыменен жалпы ішкі өнім 112 миллиардқа жетті. Ол енді былтырғы жылмен салыстырғанда 3,5 миллиардқа артығымен орындалып отыр. Жалпы Мақтаарал ауданында 300 мыңнан астам халық қоныстанған. Соның 50 мыңнан астамы аудан орталығы Жетісай қаласында тұрады. Халқы тығыз орналасқан аймақтың денсаулық саласындағы атқарылып жатқан жұмыстарын көзбен көрмекке Атбасын аудандық емханаға бұрдық. Емханаға келушілер бірінші осы анықтама бөліміне келеді. Мынау дене қызуы көтерілген тұмау келген аурулар бірден фильтрге, мынау бағыт бойынша бағыттар көрсетіліп қойған, фильтр бөліміне осы сыртқа шығып өзінің бағытымен фильтр кабинетіне барады. Керекті сұрақтың бәрін осы жерден алады ғой? Керекті, осы анықтама бөлімінен алады. Профилактика және скрининг тексеруге келген азаматтар дәрігерге дейінгі бөлмелер бар бізде. Дәрігерге дейінгі бөлмеге барады. Егер арнайы мамандарға жолдамамен келген науқастар тіркеу бөліміне тіркеледі. Содан кейін қай жаққа барады? Тіркеу бөлімінен кейін өзі арнайы мамандарға кеңес алуға жіберіледі осы жерде. Бұл жерде бізде қабылдауға жазылу бөлімі, одан кейін алдын ала жазылу бөлімі, қабылдауды сол жазылу бөлімдеріміз бар. Барлық неміз заманауи компьютерлермен жабдықталған, осы компьютер арқылы тіркеліп, науқастарға бірден жіберіліп отырады. Аудандық емханаға келіп, қаралушылардың қарасы қалың, тіпті облыс орталығындағы емханаларға келушілерден де көптеу болып көрінді. Енді бізде мынау аудандық емханамыз Мақтаарал ауданы бойынша үйлестіру орталығы болып саналады. Осы аудан бойынша жаңа жолдамамен науқастар осы жерге, мынау енді бізде емханамыз жеке мамандандырылған мамандар негізінен осы жерде отыр. Келетін халық көп болғасын, емхана қызметкерлерінің де жұмысы қауырт. Босқа қарап отырған ешкім жоқ, қызу тірлік. Бұл ақ халатты жандардың өз жұмысына жауапкершілікпен қарап, ел алдындағы аманатына адалдығы болса керек. Аудандық емханаға біздер отбасымызбен тұрақты түрде келіп қаралып емделіп тұрамыз. Емхананың дәрігерлері өте білімді. Мен енді бүгін осы емханаға УЗИ-ға түсуге келіп отырмын бірінші күн. Бұл емхананың жұмысы ойдағыдай өзімізді, отбасымызды қанағаттандырады. Емханадағы әр бөлім соңғы үлгідегі құрал жабдықтармен жабдықталған. Медицинасы дамыған елдерден сатып алынатын мұндай аппараттардың шалғайда жатқан аудандарға жеткізілуі бізді қуантып ақтастады. Біз қазір көзді тексеретін арнайы бөлімде тұрмыз. Мынау заманауи үлгідегі соңғы құрал жабдық болып саналады. Дәл қазір мені осы көз дәрігері аудандағы көзімнің қаншалықты деңгейде көретіндігін тексеріп бергелі отыр. Өзіңіз өте керемет, 100% көреді. Анандай көрсетілер қайта аламыз. Емханада ана денсаулығы мен бала өміріне өте ұқыптылықпен қарайтындықтарын айтты. Бұл біздің болашақ алдындағы міндетіміз дейді бас дәрігердің орынбасары. Маммография кабинетіміз, мынау заманауи маммограф аппаратымыз бар. Бұл жерде не тексереді? Бұл жерде мынау сүт безі, рагын ерте анықтау мақсатында әйелдерді
осы тексеруден өткіземіз. Мұнда жүрек қан тамырларын тексеретін арнайы аппараттар да бар. Олар сырқаттың ауруын анықтауға және дерттің алдын алуда қаншалықты маңызды деген сауал көкейде тұрды. Бұл аппарат бізде 4-5 жыл көлемінде әкелінген осы жерге. Жылда бұл аппаратпен кемінде орта есеппен алғанда 70%-дай адамдарды қан айналым жүйесі бар екендігін анықтап отырамыз жыл сайынғы көрсеткіш бойынша. Бұл аппарат кардиософт деп аталады. Аппараттың жаңағы қызметі адамдарда қан айналымын жүйесін анықтау. Бұл қалай қолданылады бұл аппарат? Бұл аппарат кәдімгі электрокардиография сияқты тіркемелер болады. 12 тіркемеден тұрады. Бұл сол тіркемелерді тіркеу арқылы адамдарға жүктемелі тест ненің үстіне беговой дорожка дейді, соның үстіне жүгіртіп адамға нагрузка түсіру арқылы анықтаймыз. Күніге қанша адам қарап тексересіздер? Біз күніге шамамен бір 20-дай адамды тексереміз күнделікті. Және де сол 20 адамның ішінен кемінде бір 3-4-5 адамдай жаңағыдай қан айналым жүйесі аурулар бар екендігі анықталады. Аудандық емхана өзінің жұмысын барынша заманауи талаптарға сай атқаруға тырысып келеді. Ендігі кезекте балғындарымыздың мектепке дейінгі даярлық жұмыстарымен танысу үшін балабақшаға бұрылдық. Жалпы ауданда бүгінгі таңда 299 балабақша бар. Біз қазір Жетісай қаласындағы Нұржібек бөбекжай балабақшасына келдік. Бұл балабақша бүгінгі таңда жеке кәсіпкер мен мемлекеттің арасындағы келісімшарт бойынша жұмыс атқару үстінде. Біз қазір осында тәрбиеленіп жатқан балғындардың жай күйімен таныспақпыз. Балабақшамызға қош келіпсіздер. Мына жерге кіргенде балабақшамыздан табиғат бұрышын жасағамыз. Балалар күнделікті жаңағы құсты ұстап көргісі келеді ғой. Шынайы бейнесін көрсін деп осылай құстарды қойдық. Балалар қызыға көреді. Мына өзіміздің қыран құсымыз. Жалпы қанша топ жұмыс жасайды бұл жерде? Бұл жерде 8 топқа арналған балабақшамыз 8 топ жұмыс жасайды. Балабақшада балаларға барынша жағдай жасалған. Тіпті ғимараттың өзі балғындардың мекені болуға лайықталып, ішкі дизайндары да балаларға дұрыс көңіл күй сыйлайтындай болып безендірілген. Біз түсірілім барысында мектеп алды даярлық топтарының сабағына қатыстық. Жарайсыздар, аққонжықпен біз Г дауыссыз дыбыспен дауысты жіңішке дыбыстарын естедік, буындарды оқыдық. Балалар, енді ары қарай жалғастырамыз. Біз енді ойын ойнадық, тапсырмаларды орындадық, буындарды оқыдық. Біз енді дәптерге өзіміздің Г әріпін жазып шығамыз. Кәне балалар, орнымыздан тұрып, жұмыс үстеліне бұрылмас бұрын жаттығуымызды жасап алайық. Кәне қояйық, оңға қарай иіліп, солға қарай иіліп, бір отырып, бір тұрып, біз тынығып алайық. Жарайсың. Бұл топтағы әр бала әліппені оқи алады. Балалардың қабілетін тексеру үшін әліппенің кез келген бетін ашып оқытып көрдік. Негізі біздерде бала кеңірек, мысалы мектептегі жаңа даярлық тобынан көрі біздерде үлкен дай, мысалы азаннан кешке дейін. Азанда мысалы сағат 9-ға 15 минутқа, мысалы 11-ге дейін сабақ өтеді. Мысалы барлығы осының ішінде дайындалады, мысалы әр мероприятияға дайындалады. Біздерде ол мектепке толық дайындалып барады. Балаға тәрбие берумен қатар тазалықты сақтау бұл біздің қызметкерлерге қоятын басты талабымыз дейді мекеме басшысы. Бөлмелердің мұнтаздай тазалығы осы сөздің айғағы болса керек. Енді біздерде балдарға үйренетін жаңағы
ақылды қоян, мысалы, немен алатын екен, ақылды балапан, барлық нәрсе бар енді бізде. Құда қаласа, Құдайға шүкір. Енді жақын арада интеллектпен доска алып береміз. Сосын жаңағы сиқырлы қалам деген бар екен. Оны да пландастырып қойдық, Құда қаласа. Жақын ортада оны да алып, мысалы, мына жоғары топтарға пайдаланамыз. Жеке кәсіпкердің қаржысына салынған бұл балабақшаның жұмысы өз жемісін бере бастағандай. Оның айғағы мұндағы балапандардың алып жатқан тәрбиесі мен білімі. Ол үшін мемлекеттің көрсетіп отырған көмегінің де маңызы зор. Мемлекеттен беріп жатқан қаржыдан мысалы біз пайдаланамыз. Енді соны пайдалану арқылы қазір жаңа барлық көріп жатсыз ғой, жаңа көрген заттардың барлығын мысалы сол өз балдарға жұмсап жатырмыз да. Мысалы мемлекеттен алған қаржылардың бәрін балдарға осы жаңағы садигіміздің көркеюіне, алға қарай жылжуымызға қазіргі жаңағы заманға сай барлық нәрселерді қолымыз жеткенше алып жатырмыз. Мақтаарал өңірінің келбетін айшықтай түсетін тағы бір орын бұл Достық каналы. 1912 жылы қазыла бастаған канал Мырзашөл алқабы үшін жүзеге асырылған ең үлкен тарихи жобалардың бірі. Міне, бұл әйгілі Достық каналы. 4 республиканы кесіп ағатын бұл каналдың тарихы тереңде жатыр. Мақтаарал ауданындағы 136 000 гектар егіс алқабы бүгінгі таңда осы каналдан су ішеді. Жалпы бұл каналды Мырзашөл өлкесінің қан тамыры десек қателеспейміз. Мына темір трактор каналды қазу жұмыстарына алғашқы пайдаланылған техникалардың бірі. Бүгінде каналдың тарихынан сыр шертетін құнды жәдігерге айналған. Каналды көргеннен кейін біз Жетісай қаласына жақын орналасқан Атакент кентіне қарай жол тарттық. Жолай мақта егетін алқаптарды көріп, мақта өңдейтін зауытқа тоқтадық. Әлі егін науқаны басталмағандықтан, мұндағы шаруалардың да жұмысы баяулаған екен. Мақтаарал аудан болғаннан кейін біз енді мақта шаруашылығымен негізімен айналысамыз. Биыл 77 000 гектар жерге мақта егілген болатын болса, содан жалпы орта есеппен 25 центнерден өнім алынып, 192 000 гектарға жетіп отыр. Межелі уақытта Атакентке де келдік. Мұндағы ең бір еңселі жұмыс атқарып отырған мекеме Мақтаарал аудандық номері 2 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің жұмысымен танысып, спортшылардың дайындық барысын көрдік. Жалпы 60-тан аса қызметкер жұмыс істейді, оның ішіндегі 30-дан аса аға жаттықтырушылар, бапкерлер жұмыс жасайды. Соның ішіндегі 7-еуі бірінші дәрежелі жаттықтырушылар, 1-еуі екінші дәрежелі жаттықтырушы. 2015 жылы біздің мекемеге өте табысты және үлкен және жемісті жыл болды. Оның ішінде және Қазақстан Республикасына чемпиондары 10-ға тарта чемпион шықты. Және күміс жүлдегер, қола жүлдегерлер атанды. Соның ішінде атап өтетін футбол 99 жылдар арасында Қазақстан чемпион атанды. Одан кейін белбеу күресінен 2 чемпион Қазақстан шықты. Кейін үстел теннисі бар. Одан кейін волейболдан, баскетболдан Ордабек Раушан деген қыз 4 дүркін Қазақстан чемпион атанды. Оңтүстік Қазақстан облысы құрама командасының мүшесі. Жастардың, әсіресе оқушылардың спортқа деген қызығушылығы ерекше дейді сала маманы. Тіпті спорттық шаралар кезінде үлкен стадионның халыққа лық толатындығын айтты. Көріп жатсыздар, мынау стадионды ремонтқа келтірілген, заман талабына сәйкес. Одан кейін қосалқы жасанды футбол алаңымыз бар, жәндегі мемлекеттік стандартқа сәйкес салынып істелінді. Мынау стадионымыз 4229 адамды қамтиды. Мақтаарал ауданындағы соңғы жылдары жасалып жатқан өрісті жұмыстардың бірі бұл мектептердің көптеп салынуы. Халқы тығыз орналасқан өңірде әлемдік стандарттарға сай жаңа оқу ордаларының бой түзеуі қуанарлық жағдай. Жаңа мектептер, балабақшалар салу бойынша соңғы 5 жылда бізде өте жоғары көрсеткіштерге жетіп отырмыз. 50-ге тарта мектеп салынды. Соның ішінде 15 жылы біз 4 мектепті пайдалануға бердік. Оның бір мектебі жергілікті бюджеттен, 3 мектебі облыстық бюджеттен. Жалпы бүгінгі таңға 7 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Бір балабақшаның құрылысы жүріп жатыр. Ол биыл бәрі толық бітетін болады. Есентаев ауылындағы 300 балаға лайықталып салынып жатқан 2 қабатты бұл мектепте биыл пайдалануға берілмек. Ескі мектептен зәулім жаңа мектепке ауысамыз деген оқушылардың да, ауыл тұрғындарының да қуанышында шегі жоқ. Жалпы ауданда барлық сала бойынша даму байқалады. Оның ішінде мысалға
әртараптандырудың арқасында ауыл шаруашылығының өзін дамытуымыз біздің қазір өте жоғары болып отыр. Мал саны өсім бар. Енді жаңа индустриальный аймақ құрып, ол жерден де кәсіпкерлеріміз тартып, жаңа кіші мақта заводтарын, әртүрлі өндіріс орындарын ашу жөнінде де жоспарлап жатқан жұмыстарымыз бар. Логистикалық орталық салу жөнінде оның да жерін белгілеп, жұмыстарын бастап, жобалық сметалық құжаттарына қаражат бөліп жұмыс жасап жатырмыз. Оның бәрі жаңа жұмыс орнын ашу, ауданның экономикалық жағдайын жоғарылатуға жұмыс жасайды деп біз есептеп, соған жұмыс жасап жатырмыз қазір. Мақтааралға жасаған бұл сапарымызда шалғайда жатқан ауылдардың хал ахуалы мен ондағы тұрғындардың тыныс тіршілігімен тереңірек таныстық. Атқарылып жатқан ауқымды жұмыстарды көріп шүкір дедік. Алдағы атқарылар істеріне Алладан береке тіледік. Алайым еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.